Армысыздар неге каналын тамашалаушылар. Бүгінгі сіздердің назарларыңызға ұсынатын қысқаша ақпаратымыз мұсылманша түс жору деп аталады. Кім түсті қалай жорып жүр? Жалпы түс жоруға бола ма? Немесе болған жағдайда қалай жоруға болады? Осы жөнінде қысқаша ақпарат алатын боласыздар. Мұсылманша түс жору. Ендеше кеттік. Егер сіз түсіңізде адамдарды, яғни көпшілік ортаны көрсеңіз, көпшілік қауымды көрген болсаңыз, көре алмайтын әрі 200-ді адамдардың соңынан ересіз. Адасу, қателік. Адам түсінде қателессе, не жолдан адасса, онда бұл оның тура жолдан ауытқуын білдіреді. Ай. Түстегі ай мен күн ата-ананың белгісі. Егер ай мен күн сізге иілсе, ата-анаңыздың разы болғаны. Сырқат адам толған ай көрсе, өмірі ұзарады. Ал керісінше жағдай ғұмырының қысқа боларының белгісі. Айна, ол әйеліңіз. Егер ер адам түсінде айнаға қараса және түс көрген уақытында жұбайының аяғы ауыр болса, өзіне ұқсайтын ұл бала дүниеге келеді. Егер әйелі жүкті болмаса, не бойдақ болса, мұндай түс қызметінен босайтынын білдіреді. Акула, жақын күндері жасырын не қас дұшпанмен кездесетініңізді білдіреді. Аққу, адал жолмен бай бақуатты болу. Алақан, білек, ер адамның күш қуаты. Ашық алақан молшылықта өмір сүруді аңғартады. Алмас, гауһартас, отбасылық қуаныштың белгісі. Алмұрт, түсте алмұрт жеу денсаулығыңыздың біраз уақыт сыр беретінінің белгісі. Алтын, қайғы мұңнан арылу, қуаныш белгісі. Ананас, түсіңізде ананас көрсеңіз, бастаған ісіңіз табысты болмақ. Арал, түсіңізде арал көрсеңіз, өміріңізде оң өзгерістер мен қызықты саяхат күтілуде. Арыстан, жалпы жыртқыштар. Мұсылман қауымынан алыстаған имансыз адамдар. Ас үй, таза, кең әрі жинақы ас үй әйеліңіздің тазалығы мен инабаттылығын білдіреді. Аспан, аспаннан от жауса, халық індет, қаза, не тауардың қымбаттауы сынды бақытсыздыққа душар болады. Аспан басшының белгісі. Арқанның не баспалдақтың көмегімен көкке көтерілсеңіз, билікке қол жеткізесіз. Көкке жақындау, Аллаға жақындаудың да нышаны. Ауру, екіжүзділікті не діни ережелерінің толық орындалмауын білдіреді. Ауру, екіжүзділікті немесе діни ережелердің толық орындалмауын білдіреді. Аурухана, егер түсіңізде аурухана көрсеңіз, немесе ондағы ауырған адамның жағдайын сұрап жатсаңыз, ол жақсылықтың нышаны. Болашақта жеке өміріңізге табыс, қуаныш және сәттілік әкеледі. Ауа, таза ауа жан тыныштығын білдіреді. Аштық, мал мүліктен не ақшадан айырылу. Сонымен қатар түстегі аштық мақсатқа жетуге талпынысты білдіруі де мүмкін. Аю, ақымақ әрі қолының жымысқысы бар дұшпан. Аяқ, адамның өмірде тұрақтылығы мен табандылық танытуы. Аяқ киім, аяқ киім жоғалту, ажырасуды білдіреді. Аяқ киімді сату жұбайыңыздың қазасына жорылады. Бәтеңке кию, саяхатқа аттану. Тар аяқ киім кию, жоқшылық не түрменің белгісі. Түсіңізде жаңа аяқ киім кисеңіз, жәннаттық боларыңызды аңдатады. Ескі киілген аяқ киім кисеңіз, балалы әйелге үйленесіз. Банан, береке мен денсаулықтың белгісі. Байлық, егер түсіңізде бай екеніңізді көрсеңіз, азға қанағат етуді үйренесіз. Бақ, бау-бақша, денсаулық пен береке байлықты білдіреді. Бал, шариғатқа сай жолмен қол жеткізген байлық. Баспалдақ, жетістікке, мәртебеге қол жеткізудің амалдары. Батыр, түсте өзіңізді батыр кейпінде көру сәттілік, табыс пен жеңісті білдіреді. Бейт, зират, мазар, ол түрме. Бойдақ адам түсінде зират қасса, таяу күндерде үйленеді. Егер отбасылы болса, өмір ұзарады. Бесік,
түсінде бесік көрген адам игі істермен айналыса бастайды. Бұлт адамдарға ақиқатты көрсетіп, құтқаратын ислам дінін және діни ілімді аңғартады. Бұршақ бұл денсаулық, жақсы орта мен жемісті еңбек. Бұрыш көрсеңіз, не жесеңіз ақша жинайсыз. Бөлме қауіпсіздік белгісі. Бөшке түсіңізде іші толы бөшкені көрсеңіз, үйде молшылықтың белгісі. Ал егер бос бөшкені көрсеңіз, залал немесе басқа да келеңсіз жағдайларды білдіреді. Бүркіт қыран, басшы, сонымен қатар ұзақ өмір, байлық, кейде соғысты білдіруі мүмкін. Гүл шоғы, егер түсіңізде гүл шоғын көрсеңіз, жарқын болашаққа жол ашады. Ал егер солған гүл шоғын көрсеңіз, жақын адамыңыздың опасыздығын байқайсыз. Құрметті каналды тамашалаушылар, егер түс жору ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, ең бастысы подписаться етуді ұмытпайды деп сенемін.